бала болып келіп кетіп бір-біріңді сезбеңіз ау. Аха. Ментальный связь дей ма, сондай ма? Аха. Көңіл-күйіңіз күшті сияқты ғой. Әдемі, мен баяда көңілді жүрмін. Аха. Сөйтіп Жансайға келіп қалдыңыз. Келіп қалдым. Жаңа не айтып деп едіңіз, ұмытып қалдым. Бізде бақытты болу керекпіз ғой. Аха. Бізде сіз маусым Қатысушысына. болғансыз, біздің эфирде кім маусым қатысушыға лайықты деп ойлайсыз? Маусым қатысушысына Айгүл лайық. Айгүл? Айгүл жоқ қой ол жерде. Қосу керек сол. Мен қосамын. Мәссаған. Бұл қандай болды? Бұл қандай ой болды білмеймін. Анысы тұрған кезде Айгүл. Мен ауырайын айтайын деп түсіріп жатқан емес. Ана қызында ят жоқ, арқау деді. Оны шешіліңдер мұнда. Нұсқасы қалай? Озвучка дайын. Нұржанмен, Мейірімхан, Нұржанмен Айдананың мнениесін білейін деп тұр, үміткер кімге келді деген сұрақ. Айданаға Бәрі айтып отыр маған келіп деп. Ерекше үміткер деп жатыр ғой. Мен органик бразердон деп тұрмын. Айданаға бүйтіп қарап жүр да, бүйтіп ше. Бір минуттан кейін білеміз қазір. Мненияларың қазір бір минуттан кейін білеміз. Ол Айдана или Зарина? Бәрі Әлішермен Аягөздің құшақтасып отқанын көре алмай отыр достар. Ар жақтан Нұржан. Оларға бұйырмайды неге бәрін сайып шынықтанды. Өмірімдегі ең үлкен қателік мына пикми палчы алып бергенім ғой. Қарайсың? Қарай. Мен үйге әкеп, сум бәрін алып беріп, енді Бұна қазір екесе қатты ойым дейтін болды. Ай, оны тұқпайтын жеріміз сол. Ол, тиіспе. Жаным ау. Демағымыз. Достар, біз бірінші кездесуге келдік. Жансаямен сырластық, танысып жатыр. Күшті былай айтқан кезде. Бір-бірімізге комфорт. сізге қыз ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Сізге ол ұнап жатыр ма? Пайызбен өлшене ма? Негізі ұнатып? Иә. 100%-ның 5% сен бірінші қалса? Жоқ, ренжімеймін, ода тұрасың. Сіз әнші болам деп шешіпсіз ғой. Әнші бол. Сөз айтамын ұмытып кеттім сізге не хат. Видео түсіріп беріңіз. Ой, айтпаймыз. Бірақ өте әдемі шықты. Иә? Өте ерекше шықты. Демалысыңыз қалай өтті? Демалыс күшті өтті. Балаларымla қыдырды, екінші үйде болдық. Осы жобада өзіңізге жаныңызға жақын осы адамды жолықтырдым, кездестірдім деп кімді айта аласыз? Осы бір жыл бойы ма? Иә. Күн бойы осыған ойланып кеткен қалай болды? Таппай отырмын қазір. Сырларымды айта аламын, кішкене жақын болды маған деп. Қиындау сұрақ болып тұр шыны керек. Ешкімді айта алмайсыз ба? Бір жан бар еді, оны айта алмайсыз ба? Есіне түсті достар. Есіме түсті, Әділ бар екен отырсын. Жаным, Әділ ренжіп қалады қазір болған десең. Әділ ғой, жақын болып араласып кетеміз. Келгеннен бастап екеуміз бір конфликт болып, екеуміз бір рет босап қалғанбыз. Мінезіміз де күшті келеді, дос ретінде қыз бен жігіттің арасында дос болмайды еді, бірақ Әділ екеуміз арасында күшті дос. Иә, әлімге дейін хабарласып, әлімге дейін сөйлесіп тұрады. Алып сөйлесіп араласып қалды. Сіздердің Ол таныстықтар? маған қарындас ретінде де қарайды да сол жағынан. Ру жағынан ба? Жоқ, ондай емес, жалпы бұл. Таныстықтарыңыз қалай болады? Жаман емес. Жаман емес па? Бірақ сіздің әндеріңіздің сөздері бір басқаша мағына береді. Қандай болу? Білмеймін. Енді мен деп ойла деп оған да айтып қойып жатқаным ғой, басқа қыздар қарап кетпей мен деп ойлап жүр деп ше. Одан бөлек тиктоктар бар ғой. Құрметті оқырман, сосын мен Айгүлге дым тиісіп сөйлемеймін, маған жазбаңыздаршы, тиісіп сөйлеме деп. Тиісіп сөйлейсің деп, тиісіп сөйлемеймін. Бір әнін көріп қалдым да, оны тиктоктан көре аласыздар өздеріңіз. Еш-жарық ағайын бауырлар, көргендеріңіздей эфирге барып қалдық, енді ойда жоқта. Әр адам бақытты болуға лайықты ғой. Көп рахмет қолдауларыңызға, Алла разы болсын. Қуанып қалдым шыны керек, сіздердің арқаларыңыз бары. Осы уақытқа дейін көп әңгіме айтылды. Бір шетінен сонда точкасын қойғым келді, шыны керек енді. Көз жоқ деп біраз әңгіме айтылған ғой, өздеріңіз байқағандай. Ондай әңгімені жек көремін, еңбек, бәрін жеңбек, спорт тастамаймыз. Аман болайық, сау болайық.
Неге мына екеуі құшақтасып тұрмыз? Ағалық қарындас. Ағалы қарындас. Қарындасыңызбен сөйтіп құшақтасып тұрасыз ба? Сізді сата салды ғой. Сізді сата салды. Досым деп жүрсіз. Ағалық қарындас дедім. Ешкім құшақтап тұр дедім. Дейді, мен мысалы өзімнің қарындасыммен құшақтаспаймын деді. Саддәулет қалай ұялмай тұр. Оқырман жазып жіберіпті. Сен неге Ақеркеге жаным деп барасың деп. Мен сізге сөйтіп келдім ба? Ақерке керісінше айтады, сіз мені неге жек көресіз деп айтады. Маған просто мені көрген кезде адамдар жаным деп айтқысы келіп тұрады ғой. Ол рас деймін ба? Көңіл күйіңіз қалай? Неге? Сол жігітім ренжіп қалды. Қашан? Мен осы жерде барлық қазақ елінің алдында кешірім сұраймын. Қай іс-әрекетіңіз үшін? Қазір долларым сұхбат алып жіберейін айтамын. Короче, уақыт бар ма айта беремін бе келесі тұрса деп. Короче, сержант отметка жасады осының астына. Просто мен бизнес тренер болдым да таңертең сөйтіп бүйтіп бүйтіп құшақтап тұрған видеосын біздің сүйікті беріп салып жіберіпті да соған ашуланып ренжіп қалды содан кәлимамды айтып отырмын енді эфирден кейін деп ше. Қорқып отырсыз ба не? Қорқып отырмын әжептәуір. Қорқпаңызшы, мен сізбен біргемін. Бір қойылатын сұраққа жауап бергім келіп тұр. Көбісі енді маған қандай жұмыспен айналысасыз, ақшаны қалай табасыз деп сұрап жатады. Енді өздеріңіз білесіздер, мен осы Инстаграмда блогпен айналысам, одан бөлек өзім жақында бір жұмысқа орналасқан болатынмын. Қазір сіздерге барлығын толықтай түсіндіріп кетемін. Енді қандай жұмысқа кірсеңіздер де ол жерде енді тәжірибені талап етеді.